Сәлем достар, бүгін желатинсіз духовкасыз ең оңай жасалатын десерттің рецебімен бөліспекшімін. Тек сүт және өзімізде бар түрлі жемістер болса жеткілікті. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар, талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге қажет сүт, агар, сгущенка, бұл массасына қажетті заттар және де үйде бар тәтті жеміс-жидектер. Менде алма, мандарин, алмұрт және киви болды. Сіздер банан қоссаңыздар болады, және түрлі жидектер болса, оны да қоссаңыздар болады. Дәмі өте керемет шығады. Ең алдымен жемістерімізді жақсылап тазалап, таза ыдысқа салып аламыз. Келесі мандаринімізді ашып, тазалап қоямыз. Алмұрттың керек емес жерлерін алып тастап, өзіңіз қалаған фигурада турап шығасыз. Мен 4-ке бөліп, жапырақша етіп турап шықтым. Бұл десертке маған бір алмұрт жеткілікті болды, сондықтан екіншісін турамадым. Келесі кивиді домалақ қып турап шығамыз. Барлығын турадым, себебі бұл киви десертке ерекше дәм береді және өңінде кіргізіп тұрады. Келесі мандаринді тураймыз. Біреуін осылай 4 бөлікке бөлдім, ал қалғанын ашып қойдым. Әрине арасында ұрығы шықса, оны алып тастайсыздар. Мына мандаринде ұрық болмады, сондықтан оны тазалап алмадым. Келесі алманы турадым. Біреуінің қабығын ашмай, біреуінің қабығын ашып тастадым. Себебі сырты қызыл болып, жақсы өң беріп тұрсын деп. Ал негізі өздеріңіздің қалауларыңызға сай турап қоя бересіздер. Оны да өз қалауларыңызға сай формасын өзгертіп тура берсеңіздер болады. Мінеке осымен жемістердің барлығы туралып болды, дайын тұр. Келесі құятын массамызды дайындаймыз. Осылай таза ыдысқа сүтті құйып, оның үстіне агарды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сүт пен агар жақсылап араласуы керек, сондықтан осы салқын қалпында осы венчиктің көмегімен араластырып алыңыздар. Одан кейін араласқан массамызды баяу отқа қойып, үздіксіз араластыра береміз, асты жабыспауы керек. Және де кішкене қайнағаннан кейін осы сгущенканы салып, тағы да үздіксіз араластырамыз. Мінеке массамыз аздап қайнаған байқадыңыздар. Осылай қайнайды. Сосын кішкене қоюланғанша араластырып, отын бәсеңдетіп, оттың өз табында тағы біраз араластырып қоясыздар. Массамыз суығанша осылай үздіксіз араластырғанымыз дұрыс, сонда жақсы шығады. Мінеке массамыз жылы күйінде осылай араластырып қойдық. Енді жемісімізді таза ыдысқа салып
жинай бастаймыз. Ең бірінші осы мандаринді қойдық. Кесілген жағын сыртына қаратыңыздар. Себебі ең сырты әдемі шығу үшін. Және де кивиді, мандаринді, алманы, алмұртты өз қалауларыңызға сай орналастырып, өңін ашатындай қойсаңыздар болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай шет-шетіне жан-жағына орналастырып қойып аласыздар. Мінекей жан-жағына қойып болдық. Енді массамыздан бір қасық құйып, және де тағы ортасына жемістерімізді орналастырамыз. Осылайша 2-3 слой жасалады. Ол енді өздеріңіз ыдыстарыңызға байланысты, жемістің көлеміне де байланысты болады. Бір слой жеміс қойсаңыздар, бір ожау массадан құясыздар. Осылай әрбір жеміспен масса араласып отырады. Және де жан-жағына тағы да полный жауып тұру үшін жемістер қойып шықтық. Менде осылай 3-4 слой шықты. Ең соңында массамызды бүкіл бетін жауып тұратындай қылып толтырып құйып шығамыз. Мінекей бізде осылай жеміске толды, және де бетіне құйып, бетін пищевой пленкамен жауып қойдық. Осыны алып, шамамен 1 сағат немесе 40-45 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Өздеріңіз қолмен ұстап көрсеңіздер, қатқандығын байқайсыздар. Мінекей біздің десертіміз дайын болды. Енді таза ыдысымызға салып аламыз. Өзі оңай, тез, жылдам түседі. Мінекей достар, біздің десертіміз дайын болды. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, әрі ерекше дәмі фруктовый салатқа да ұқсайды. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Духовка пайдаланбай-ақ осындай жеңіл әрі ағзамызға пайдалы дәрумендерге толы десерт жасасақ болады. Әрі дастарханның сәнін келтіретін ерекше десерт деп айтар едім. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламыз. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қойсаңыздар болады.